Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін пигоди дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз және құрғақ ашытқы салатын боламыз. Ашытқымыз өте сапалы болған дұрыс. Мерзімі өтпеген ашытқы салуларыңыз керек. Және оның үстінен бір ас қасық қантымызды салып, толықтай ерігенше араластырамыз. Бөлек ыдысымызға електен ұнымызды өткіземіз. Оның үстінен бір ас қасық тұзымызды саламыз. Осылайша толықтай араластырып, үстінен дайын тұрған ашытқылы суымызды құятын боламыз. Толықтай құйып, кішкене қасықтың көмегімен араластырамыз. Оның үстінен бір ас қасықтай ғана сұйық майымызды құйып, жұмсақ етіп, қамырды илеп, қолымызбен дайындап, бетін жауып, 1 сағатқа қалдырамыз жылы жерге. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасында менде тартылған ет, пияз және қырыққабат және дәмдеуіштер қосатын боламыз. Пиязымызды өте ұсақ етіп турап шығатын боламыз. Қырыққабатты да дәл солай жіңішке етіп турап шығатын боламыз. Осылайша барлығы дайын болды. Енді үстінен бір ас қасық чеснок, тұз, дәміне қарай қарабұрыш қосатын боламыз. Және 1-2 ас қасықтай сұйық май құямыз. Осының барлығын жақсылап араластырып дайындап аламыз. Барлық құрамын төмендегі описание бөліміне қалдырамын. 1 сағаттан соң осылайша біздің қамырымыз көтеріліп ашып шықты. Енді осыны көздің мөлшерімен немесе таразының көмегімен 100 грамдай етіп, барлығын бірдей етіп бөліп шығатын боламыз. Қамырымыз өте үлпілдек, жұмсақ болып, әдем болып көтеріліп шықты. Осылайша 100 грамдай ғана етіп, барлығын бөліп алатын боламыз. Домалақ пішінге келтіріп, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Кәріс пигоди өте тойымды, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Осылайша қамырымызды жайып, 1 қасықты толтырып, салмасын салатын боламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша түйіп шықсаңыздар болады. Өрім етіп түйіп шыққан болатын мен осылай. Бір-біріне айқастыру арқылы түйіп шықтым. Барлығын осылай дайындап алдым. Енді мантаваркамыздың жақсылап майлап алатын боламыз. Толықтай барлық жерін майлап шығамыз. Енді барлық пигодиімізді орналастырамыз. Суы да міндетті түрде қайнап тұру керек. 40-45 минутқа буға қоятын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Осылайша біздің пигодиіміз дайын болды. Қалауыңыз бойынша осылай әртүрлі чимчилермен тартсаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сізде дәл осылай дайындап көріңіздер, ас болсын.